Біздегі айтып тұрмын ғой, жаңағы маркетингтің сиқы хайп қой, бір актермен төбелестіріп сыртынан түсіріп алу. Осы жағынан мысалы мен хайп дегенге қарсы емеспін. Бірақ хайп деген нәрсе тек қана негативқа құрылса, ол адамдарды ақымақ қылу ғой. Мен мысалы адамды манипуляция жасаудың түрі деп есептеймін хайп деген нәрсені. Сен ақымақсың, мен сені алдап тұрмын, сен алданасың, енді осы арқылы мен кинома кел деген мен қарым-қатынасты байқаймын да. А оған ол меніңше көрерменді менсінбеу, ақымақ қылу. Егер көрермен мен кино өндірушілердің арасында саналы қарым-қатынас болса, және маркетинг ол белгілі бір адамзаттық құндылықтарға құрылса, яки болмаса адамда бір эмоционалдық бір қызығушылықтар болады ғой психологияда, соған жасалса кәсіби тұрғыда мәселе жоқ. Ол жерде жаңа негативті хайп болма, позитивті хайп болма проблема. Хайп дегенде қандай кейс туралы айтылып жатыр? Мен соны түсінбей тұрмын. Мен мысалға нақты қандай кейс туралы? Жоқ, ол көп ақ қой, мысалы бір актер басқа өндіріс актермен төбелесіп қалды өткенде алдында. Киноға шақыру үшін сөйтіп студияға шақырды. ктк арнасына. Кімдікі ма, миллиондікі ма? Иә, якобы ұрысқан сияқты. Енді орысша айтқанда коню понятно, это прикол, мысалы ше. Бірақ соны үлкен республиканың арна шығарып, яғни киноның жарнамасы тек қана хайппен құралады. Бұл жерде сондай форматта деген сөз емес қой? Жоқ.